Дәл осы сәт Криштиану Роналдудың Реал жейдесімен соңғы рет көруіміз деді. Мадридтік Реал сапында ең көп гол салған футболшы 2018 жылдың жазында Туриндік Ювентуске ауысты. Қарт сеньораға ауыса сала 30 жастан асқан ең қымбат футболшы атанды. Бәрі оның мансабы аяқталды және Реалсыз ол ештеңе істей алмайды деп сенді. Бүгінгі видео Роналдудың Реалдан кейінгі мансабы жайында болмақ. Бірінші видео 100 000 қаралым жинапты. Егерде осы видео 50 000 қаралымнан асса, келесі видео Месси жайлы болмақ. Егерде Роналдуды үздік деп санасаң, лайк бас. Сапалы қазақша контентті жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қой. 2018 жылдың жазында Ювентуске қатарынан 3 рет Чемпиондар лигасын жеңген, қоржынында 5 алтын добы бар нағыз бренд Криштиану Роналду Реал Мадридтен ауысады. Әр журналдың бетінде кәрі сеньора жейдесін ұстап тұрған Роналду. Ювентустың әлеуметтік желі жазушылары 20%-ке дейін өсті. Әлемдегі ең танымал футболистің ауысып келуі Ювентустың спонсорларының жарнама бағасының 2 есе арттыруына әкелді. Роналдудың 1 жылдық запас аты жазылған футболкалары 3 аптада сатылып кетті. Ал Ювентустың акциялары 35%-ға дейін өсті. Ал клуб президенті Аниели енді Ювентус, Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед сияқты әлемдік брендтермен қатар тұратынын мәлімдеді. 2018-2019 жылғы сезон бейімделу кезеңіне қарамастан өте жемісті өтті. Ол команданың басты қозғаушы күшіне айналып, клубқа спорттық және медиалық қарқын сыйлады. Алғашқы голын Сасуолоға қарсы соқты. Чемпиондар лигасында ең есте қалатын сәт Атлетико Мадрид командасына қарсы ойын еді. Метрополитанада өткен алғашқы матч 2-0 есебімен аяқталған болатын. Атлетико үшін командасында Роналду бар ұжым принципиалды қарсылас болып табылатын. Португалдық Реал сапында бірнеше рет матрасниктерді финалдан, кубоктардан айырған болатын. Сондықтан Чемпиондар лигасының алғашқы плей-офф ойыны 2-0 мен аяқталғаны олар үшін жеңіспен пара-пар еді. Ойыннан кейін Атлетико жанкүйерлері Роналдуды пенсияға жіберіп, ойланбай көп сөздер айтты. Ал Диего Симеоне қылығы мемге айналды. Ювентус тарихында Атлетиконы Чемпиондар лигасында ешқашан жеңбеген еді. Және қарт сеньораның жеңісіне ешкім сенбеген, тек бір адамнан басқа. Get ready to come back. Алғашқы голдан кейін Ювентус шабуылды үдетті, бірақ гол болмады. Екінші тайм Атлетиконың қателігімен басталды және Канселоның пасынан кейін бәрінен биік секірген Роналду басымен соққы жасайды. Облак сейв жасайды, бірақ қақпаға кірген допты алып шығады. Роналдудың есебінде 2 гол. 34 жастағы футболшы Ювентусты Чемпиондар лигасынан ұшудан құтқарып қалды. Ойынның аяқталуына 40 минут бар және қызық тек алда болатын. Ойынның соңғы минуты. Кореяның өрескел қателігі пенальти алып келді. Ең стрессті сәт. Бір қателік командаң жеңістен айырылып тұр. Бірақ стресс Роналдуға әсер етпейді. Роналду Атлетиконың кошмарына айналған түн. Роналду Атлетико жанкүйерлері айтқан абайсыз сөздері үшін оларды жазалағандай көрінді. Және Чемпиондар лигасы Роналдудың турнирі екендігіне барлығына тағы да көз жеткізді. Бірақ келесі ойын жас Аякс командасына есе жіберді. Роналдудың 2 голы кәрі сеньораға көмектеспеді. Алғашқы сезонда Рон Ювентус сапында Серия А және Италия суперкубогын жеңіп алды. Криштиану жалпы 43 ойын өткізіп, 28 гол салды, 10 нәтижелі пас берді. Маусым қорытындысы бойынша Серия Аның үздік ойыншысы болып танылды. Келесі сезон Роналду бұрынғыдан да керемет нәтиже көрсетті. 35 жасқа келгеніне қарамастан 46 ойын өткізіп, 37 гол салды. Және Ювентус тарихындағы бір маусымда ең көп гол соққан ойыншы атанды. Ерекше көзге түскен сәті Самторияға қарсы ойында орын алды. Криштиану сол жақ қапталдан асырылған допқа 71 сантиметр биіктікке секіріп гол салды. Оның басы жерден 2,5 метр биіктікте болды. Ол ауада бірнеше секунд тұрып қалғандай әсер қалдырды. Тіпті қарсылас команданың бапкері Клаудио Раньери ол жай қалқып тұрғандай көрінді деп таң қалған болатын. Ал Чемпиондар лигасында Барселонамен кездесу Месси мен Роналдудың Европа футболындағы соңғы текетірес. Роналду Камп Ноуда дубль жасады
және бұл жеңіс Ювентусты топтан бірінші орынға шығарды. Каляриға қарсы кездесу Роналдудың футбол тарихындағы тарихи ойынына айналды. Дәл осы ойында 32 минут ішінде хет-трик жасап, ресми голдар саны бойынша аңызға айналған Пеленің рекордын басып озған болатын. Маусым соңында Ювентус қатарынан екінші рет Италия чемпионы атанды. Роналду Ювентустың ең үздік ойыншысы деп танылды. Туриндегі соңғы сезонда 44 ойын өткізіп 16 гол салып, үздік сұрмерген атанып, тарихтағы Англия, Испания, Италия чемпионаттарында үздік сұрмерген атанған алғашқы футболшы боп танылды. Ювентуспен бірге Италия кубогын жеңіп, клубтық турнирде барлық италиялық жүлделерді түгендеді. Және Ювентус сапында 131 ойын өткізіп, 100 гол салып, клуб рекордын орнатты. 21 жылдың жазында Роналду Ювентустан кетті. Кетуге түрткі болған сәттер Криштианудың жалақысы еді. 31 миллион таза табыс. Пандемиядан кейінгі қарт сеньора қаржылық қиындықтарға тап болды. Мұндай жалақыны төлеу оларға қиын соқты, және португалдық жекелей мықты болғанымен командалық деңгейде Европаны бағындыра алмайтынына көзі жетті. 2021 жылдың тамыз айы тарихтағы ең драмалы трансферлердің бірі. Роналду Ювентустен кететіні анықталғанда Манчестер Сити сатып алатын басты үміткер саналды. Бұл келіссөздер журнал беттерінен көрінгенде Юнайтед жанкүйерлері үшін ауыр жаңалық болды. Және басты қарсыластарына өз аңыз ойыншысы ауысуы сатқындықпен тең еді. Бірақ бұл трансферге Манчестер Юнайтед аңыз бапкері сэр Алекс Фергюсонның араласуы Роналдудың Манчестерлік Ситиге емес, Юнайтедке ауысумен аяқталды. Манчестер үшін бұл трансфер тиімді болды. 15 миллион евроға клуб аңызы 10 жылдан кейін қайта оралды. Манчестер Юнайтед жанкүйерлерінің қуаныштарында шек жоқ. Роналду есімімен жазылған футболкалар сатылымға шыға салған сәтінде 12 сағатта клубқа 32,5 миллион фунт стерлинг әкелді. Манчестер көшелері қызылға боялды десек те болады. Жанкүйерлер және клуб аңыздары үшін нағыз керемет сәт болғандай. Мен үшін Юнайтед жанкүйері ретінде өте қатты қуандым. Сіздерше комментарийге жаза кетіңіздер. Жанкүйерлер Роналдудың қызыл сойқан жейдесімен алаңға шығуын асыға күтті. Және ол күн Олд Траффордта Ньюкаслға қарсы ойында орын алды. 10 жыл өте келе Криштиану алғаш рет Юнайтед үшін голын салды. Бұл сәт Роналду үшін де, футболдағы әкесі болған сэр Алекс үшін де, МЮ аңыздары үшін де, жанкүйерлер үшін де естен кетпесі анық. Алғашқы ойын және дубль, нағыз феномен. Қызыл сойқандарға орала сала, көшбасшы және сұрмергені болды. Барлық 38 ойын өткізіп, 24 гол салды. Ағылшын премьер-лигасында 18 гол нәтижесін көрсетіп, 36 жасында сұрмергендер тізімінде 3-ші орын алды. Чемпиондар лигасында маңызды голдар салып, әлі бабында екенін көрсетті. Вильяреалға қарсы ойында соңғы секундтарында шешуші голды соғып, командаға маңызды жеңісті әкелді. Аталантаға қарсы ойында МЮ 2 рет жеңілуге жақын болып, есептен артта қалды. Бірақ Роналду 2 рет есепті теңестірді. Соңғы голды тағы да қосымша уақытта соғып, команданы плей-оффқа жақындатты. Және Чемпиондар лигасы Роналдудың лигасы екеніне тағы да көз жеткізді. Ал премьер-лигада Тоттенхэмге қарсы 2 ойын жанкүйерлердің есінен кетпейтіні анық. Алғашқы ойын португалдық ойыншылардың шеберлігін көрсетті. Бруно Фернандештің өткір пасы және Роналдудың әдемі голы. Сол ойын 3-0 есебімен аяқталды. Роналду гол және нәтижелі паспен көзге түсті. Келесі ойын Роналдудың МЮге оралғаннан кейінгі алғашқы хет-тригі. Алғашқы голы Роналдудың жас кезін еске түсірді. Дәл және жойқын соққы. Осы голдарының арқасында Роналду FIFA нұсқасы бойынша ресми ойындарда ең көп гол соққан тарихтағы бірінші сүрмеген атанды. Жанкүйерлер үшін Рон сол кезде құтқарушы деп танылды. Тоттенхэмге салынған голы айдың үздік голы, ал Роналду үздік ойыншысы деп танылды. Кейінірек командаға Эрик Тен Хагтың келуі Роналдудың кетуіне себепші болды. Турнир алдындағы турларға қатыспауы Юнайтед басшылығының наразылығына әкелді. Ал Роналду отбасылық жағдайларға байланысты қатыспағанын айтты. Кейінірек Криштианудың жаңа туылған сәбиі шетінеп кеткендігін Instagram желісінде өзі хабарлады. Барлық футбол аза тұтты.
жанкүйерлер мен футболшылар және клубтар Роналдуға көңіл білдірді. Манчестер мен Ливерпуль арасындағы ойында 7-ші минутта барлық трибуна Роналдуға қолдау білдірді. Кейінірек Криштианудың командаға оралуы, Тен Хагпен келісе алмауы, ойынға қосалқы құрамнан шығуы Роналдудың көңілінен шықпады. Кейінірек Тоттенхемге қарсы ойынға қосалқы құрамнан шықпайтынын білдіріп, стадионнан кетті. Әлем чемпионатының алдында Пирс Морганға сұхбат беріп, Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон кеткеннен кейін қалай қалды, әлі де солай екенін, 10 жылда еш өзгермегенін айтқан болатын. Және де ағайынды глейзерлердің клубқа қызығушылықтары жоқ екендігін, Юнайтедті маркетингтік клубқа айналдырғанын айтты. Бұндай сөздерден кейін клуб Роналду мен контрактты тоқтатты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Роналду дұрыс жасады ма? Шынымен де клуб тек ақшаны ойлап қалған ба? 2022 жылы Португалия құрамасы әлем чемпионатында Мароккодан жеңіліп, Роналду турнирде бір гол салып ұшып кетті. 2026 жылғы әлем чемпионаты Роналду үшін соңғы шанс болмақ. Кім алады? Бұл тақырыпта жасаған видеомды көре кетіңіздер. 2022 жылдың соңы Роналду Әл-Наср командасымен 2,5 жылға келісімге отырды. Португалиялық футбол тарихындағы ең көп айлық алатын футболшы атанды. Жылына $200 миллион. Қазірге дейін арабиялық Әл-Наср командасында доп тебеді. Роналдудың қоржынында 965 гол бар. Ол 1000 гол салуға азақ қалды. Қалай ойлайсыздар? Қашан Роналду 1000 голын салады? Комментарийге жаза кетіңіз. Сонымен сіздерге арналған видеом өз соңына да жетті. Роналду туралы жасаған екінші бөлім қызықты болды ма? Арнаға алғаш келген болсаңыз, тіркеліп лайк бас. Келесі кездескенше.